арқан тартыста арқанның екі жағына екі топтасады. Екі топтың қатты күш сынасуымен, екі жаққа тартылуымен ортада тұрған белгіден бірінші тұрған адамы алдындағы орталықтан өтсе, мына тартқан жағы жеңіске жеткен болып есептелінеді. Қазір енді арқан тартып көрсетеміз сіздерге, қарап сіздер қазір осыны қайталайсыздар бізден. Дайынсыз ба? Әкелерімізге қолдауымызды қойдырайық, балалар. Әкелер дайынсыз ба? Қолымыз жоқ. Сәл былай қарай сәл. 1, 2, 3. Осылай. Балалар, бұл қазақтың ұлттық ойыны, зияткерлік ойыны, қазақтың ұлттық ойыны бестемше деп айтылады. 9 домалақтың ықшамдалған, сіздердің жастарыңызға арналған балабақшадан бастауыш сыныптарға 9 домалақты алдын ала үйрету үшін ойлап табылған ойын. Бұл жерде ойын тақтасында 2 адамның арасында болады. Бастаушы, қостаушы. 5 отауы бар, қарсыласында 5 отауы бар, барлығы 10 отау. Мынау қазандығы, мынау қарсыластың қазандығы, 2 қазандығымен. Бұл жердегі ойынның ережесі алған отаудан өзінің қарсыласының отауына жұп қылып түсіру арқылы ұтып алып, мына жерге 26 құмалақ жинасаң, жеңіске жетесің. Қазір ойынды жүрісін көрсетеміз. Мен бастаушы болайын, Қазбек. Бір-бірден алу арқылы соңғы түскен құмалақ, қолымызға соңғы түскен құмалақты алып, жұп болған жағдайда өзіміздің қазандығымызға алып аламыз. Енді сізде жұмыс. Енді мен тақ болып қалдық. Қол күресі деп аталады. Бұл ойынның шартын 2 адам бір-бірімен білегін тигізіп, қолдарын жаңа шарттарынан ұстап, кім оң жаққа кім жет, қолы жеткізбейді деп сол жеңіске жетеді. Түсінікті ма балдар? Ойынды бастаймыз. Мынаны әлші дейді, мынаны бөк дейді, мынаны тайқы дейді, мынаны шық дейді. Түсінікті ма балдар? Мынаны бірінші ұста өзінің асығын, әркім өзінің сақасы болады адамның. Сол сақамен мына жаққа ойын ойнайды. Түсінікті ма? Ана кругтан бүйтіп асырып, түсінікті ма? Аттан келе осылай адам. Түсінікті ма балдар? Бүйтіп кругтан шығарып ойнаймыз. Түсінікті ма? Ана кругтан шығу керек мына шеңберден. Қайтадан тігеміз олар. Қайтадан енді сендер атасында сәл ар жақта тұр. Нәу жерге тұрсың ба? Егер тұрған жерге барамыз, әмкәрейін. Рейт. Ал атамыз, жігер, анаған аз.
шексіз. Балабақшада емес, тек қана үйде де ұлттық ойындарымызды балаларымызға насихаттап, дәріптеп жүреді деген сенімдеміз. Тәрбиеленуші болып, осы нені таңдаймыз, көбіне балаларым менің уже білесіз ғой, 4-ші сондай балам келіп жатыр. Үйдің айналасында балабақша болса да, осы жақтан таңдаймыз, көлікпен ағып беріп. Сол ұнайтыны мына жақта білімді, ал берілетін білімі, жаңағы қамқоршылығы, тәрбиесі бәрі жақсы, көңілінен шығатын болсын. Сондықтан осыны таңдаймыз, сіздерге де алғысым шексіз. Ары қарай дами беріңіздер, балаларыңыз сіздердің жоғары жетістіктерге жетсін. Сол. Рахмет.